Жалғастырамыз. Шымкент қаласы Әл-Фараби ауданына қарасты Бозарық шағын ауданына ауыз су берілді. Еске салсақ, Бозарық елді мекеніне 2012 жылы құбыр тартылғанмен, оған қосатын су көзі болмағандықтан тұрғындар тіршілік нәрінен құр қалған болатын. Тақырыпты тілші тарқатып айтады. Бұл елді мекенге ауыз су 2012 жылы берілуі тиіс еді. Оған 467 миллион теңге бөлінген болатын. Бірақ олай болмады. Оның себебі 2012-де осылар бітірді, суды жүргізіп бітірді. Бірақтан су қосылмады. Өйткені жаңағы Ситекстрой ЛТД жетісі бар, ана дача жақта 1-2 жақта ояқта тендерден ұтып алып, оларда жүргізді суды. Төбедегі энергострой сервис қазандықты бітіре алмай қойды. Сөйтіп биыл дегеніңіз біздер дегені шулап прокуратурасы бар, ана финполициясы бар ма, сойған біздер шағымдандық. Сол шағымдағаннан кейін барып жаңағы дархан сатып алды да әкімшілікте қосылып, районы әкімшіліктерде қосылып бізге әйтеуір көмегін берді. 2012 жылы бітірген объектімізді енді біз су жүйесін суды қосып, су жүйесі пайдалануға болады деп көзін жеткізіп отырмыз. Содан кейін енді осыдан бастап ары қарай водоканал қабылдап алып, судың постоянно беруге әрекет жасайтын шығар деп ойлаймыз. Бүгінгі таң енді қабылдап жатыр. Қазір қабылдау жұмысы жүріп жатыр. Жауапты мекемелер істі икемдей алмай жатқанда бұл тұрғындар бірнеше рет көшені жапты, тығын айтып. Қаланың түбінде тұрса да, мұндағы 5000-ға жуық ағайын тонналап су сатып алып ішетін. Енді ол күндер келмеске кетті. Бозарық шағын ауданына ауыз су берілді. 967 шаңырақ су келген соң су өлшегіш құрылғысын орнатып үлгерді. 3 жыл болды сусыз отырдым. Қысты күні тонасын 700 теңгеден алдық. Оңай емес. Суға да қарық болдық, жолда болды. Құдайға шүкір, мыңда рахмет. Кейін автобус мәселесі, қыздар, автобус мәселесі сол болып тұр. Басқасына бәріне рахмет айналайын. Таза ауыз суға қолы жеткен тұрғындар су үшін алғысын айтып отыр. Дегенмен көңіл түкпірінде бір ой бар. Тіршілік нәрі қайта тоқтап қалмаса игеді. Ал қоғамдық автобус 2033-ке жуық түтіні бар Бозарық үшін расында да өзекті мәселе. Нұрлан Әлімбаев, Талғат Елебеков, Олжас Байтуов, Оңтүстік ақпарат.